Hayırlı gün dostlar, barşаңызға сәлем. Менің тамағым ауырыңқырап тұр бүгін. Даусым дұрыс шықпай тұр, сондықтан ренжімесіздер. Бүгінгі пісіретін тамағымыз пирожки деп айтылады. Бауыр мен пирожки. Оған біз тұз, бұрыш, 2 жуа, бір тіс чеснок, 400 грамдай бауырды қайнатып алдық. Қазір бұны барлығын массировкадан өткізіп, тартқыштан яғни кішкене майға қуырып алып, сосын қамырға салып, пирожки қылып пісіріп көрсететін боламыз. Қамырын илеп дайындап қойғанбыз. Қазір жасау барысында көретін боласыздар. Мінекей достар, жаңа тартып алдық. Чесногымызды, 2 пиязымызды, қайнатылған бауырымызды. Енді оған бағана тұз салғанбыз, қайнатқан кезде шай қасықпен жарты қасық тұз саламыз, себелеп. Жарты қасық қарабұрыш салатын боламыз. Мінекей осы жарты қасықтан шай қасықпен жарты қасықтан аса бұрышын салып, араластырып, майға қуырып алатын боламыз кішкене. Азғантай май құйып алдық. Енді бауырымызды, жаңа тартылған паршымызды қуырып алатын боламыз. Мінекей әдем болып қуырылып жатыр. Майымыздың әдем болып. Иісін қарашы, иісі деген өте керемет шығып тұр. Сосын бір үсті қуырып алатын боламыз. Жұқалып. Сосын қамырымызға салып, пирожки қылып пісіретін боламыз. Достар, мінекей кереметтей біздің бауырдан жасалатын пирожкиміз рецептері дайын тұр. Мінекей осы тұрғанда қамырды алдын ала дайындап алатын болғанбыз. Біз дайындап алғанбыз. Видеомыз шамалы ұзақтау болмас үшін алдын ала дайындағанбыз. Бұл қамырдың құрамына 2 шай кесе ұн, 200 граммдай сүт, 1 қасық өсімдік майы, 1 қасық шай қасықпен тұз, шай қасықпен дрожжин ашытқысын салып жасап алған болатынбыз. Енді қазір осыны бөліктерге бөліп, ішіне салып, майға қуыратын боламыз. Достар, мінекей пирожкимізді бөліктерге бөлініп дайын болды. Енді қызған майға салып қуыратын боламыз. Достар, мінекей май қызды. Енді пирожкимізді салып пісіреміз. Осылай бәрін пісіріп алып, дастархан басына алып, бәрін көретін боламыз. Қалғанын сол дастархан басында түсіремін. Достар, мінекей қып-қызыл болып, әдем болып пісті пирожкиміз. Енді дәмін көрейік. Ыстық керемет болып тұр, мына қараңыздар. Дәмі тіл үйрет. Достар, бұл пирожкиді өздеріңіз сатып алмай, үй жағынан осы дайындасаңыздар болады. Достар, аянбай комментарий жазып, лайк басып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Осы сіздер үшін біз жасап жатырық, каналымыз сіздердің арқаңызда дамиды жол үшін. Әлі талай заттар түсіреміз, алда балықпен қуырылған котлет, балық қуырамыз, неше түрлі нәрсе жасаймыз. Соған сіздердің демеушіліктеріңіз керек. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.